Жылой жүрекқа бастар жол. Туризм әлеуеті. Қазақстанның батыс аймағында, Атырау облысының оңтүстік шығысында орналасқан Жылой ауданы табиғаты ерекше, тарихы терең, географиясы әр алуан өңір. Бұл өлке мыңдаған жылдық өркениеттің ізі қалған, табиғи ландшафтары әдемі, туризмді дамытуға зор әлеуеті бар аймақ саналады. Мұнда мұнай газ саласы дамығанмен, соңғы жылдары туризм бағытына да ерекше көңіл бөлініп келеді. Сәйкесінше, өңірдегі тарихи және табиғи нысандарды дамытуға арналған бірегей жобалар жүзеге асуда. Сонымен, туристерді тартуға бағытталған нысандармен таныстырып өтсек. Жылой ауданның ең көрікті табиғи аймақтарының бірі Ақкегершін Бор таулары. Ақ түсті жоталар, ежелгі теңіздің тартылуынан қалған геологиялық мұра. Бұл жер фото және экотуризмге өте қолайлы. Бірегей жоталар мыңдаған жыл бойы жел мен судың әсерінен қалыптасқан табиғи мүсін. Тағы бір ерекше нысан Иманқара үңгірі. Ғалымдар бұл жерді ежелгі қоныс және культтік орын ретінде қарастырады. Жергілікті халық арасында аңызға толы Иманқара үңгірі Жылойдың киелі жерлер қатарын толықтырып, тарихи туризм үшін маңызды нысанға айналған. Ақмешіт қорымы ғасырлар бойы сақталған этнографиялық және рухани ескерткіш. Бұл жер Жылой өңірінің тарихын, жергілікті ру тайпа мәдениетін, дәстүрлі жерлеу архитектурасын танып білуге мүмкіндік беретін маңызды орын саналады. Ақмешіт, ағартушы, абыз көреген, сәулетші, әулие пір Бекет Мырзағұлұлының туып өскен жері. Ол 1771-1774 жылдары Ақмешітке жер асты мешітін салдырып, бала оқытқан. Сондықтан жергілікті халық бұл жерді қасиетті деп есептейді. Мұндағы кесене құрылысында қазақтың дәстүрлі діни сәулет үлгілері сақталған. Жылойдың табиғи су айдындары, Қамыскөл мен Жем өзені экологиялық туризмнің маңызды бағыттарының бірі. Мұнда құстардың ондаған түрі мекендейді. Көктемгі және күзгі маусымда бұл жер орнитологтар мен табиғат зерттеушілерін қызықтырады. Ал Жем өзені аудан тұрғындары мен қонақтары үшін танымал демалыс орны. Бұл ретте болашақта Жем маңында жаңа туристік инфрақұрылым салу жоспарланған. Дүйсеке ата мешіті Жылойдың рухани һәм тарихи орталықтардың бірі. Бұл жерде жергілікті халықтың діни дәстүрі мен рухани мәдениеті ұштасқан. Жұбан тамы 19 ғасырдағы бірегей кесене құрылымы. Тарихшылар бұл нысанды дәстүрлі қазақ сәулет өнерінің үлгісі ретінде сипаттап, аймақтың тарихи тұлғаларына қатысты деректерді осы қорым арқылы айқындап жүр. Ұшқан ата зираты көне дәуірдің жерлеу мәдениетін көрсететін киелі мекен. Жергілікті жұрт бұл орынды ерекше қастерлейді. Сонымен қатар, Қарашүңгіл зираты да өңірдің тарихи топографиясын айқындайтын маңызды нысан саналады. Аралтөбе қорғаны Сармат дәуірінің мәдениетін ашқан әйгілі археологиялық ескерткіш. Бұл жерде атақты алтын киімді Сармат көсемі табылған. Аралтөбе Жылойдың ғана емес, бүкіл Қазақстан археологиясының алтын қоры. Түйіндесек, Жылой табиғаттың әсемдігін, тарихтың тереңдігін, даланың дархандығын сақтап қалған өмір. Бұл өлке жан тыныштығын да, ізденіс жолында ерекше әсерді де сыйлай алады. Сол себепті өмірді туристік хаб ретінде дамыту Жылой ауданының стратегиялық мақсаттарының бірі. Жылой болашағы зор туризм өлкесі.